Ассаламу алейкум достар. Бүгін біз сіздерге әуенді өрнектер көрпешесін тігуді үйретеміз. Бұл көрпешені тігуге бізге керекті материалдар 4 түрлі велюр матасы, 4 түсті, және де флизелин, сосын паутинка. Енді көрпеміздің астыңғы бөлігін дайындаймыз. Оған матаның қиындыларын осылай қиып дайындап алып, бір-біріне жалғап тігеміз. Бұл көрпеміздің астыңғы бөлігі болады. Осылайынан ені 50 см шығады, ұзындығы 1,85 см шығады. Сосын бәрін бір-біріне жалғап, көрпеміздің астыңғы бөлігін дайындап шығарамыз. Осылай бір-біріне жалғаймыз. Маталарды осылай бір-біріне қиындыларды жалғап, содан ою қиып, бетіне орналастырамыз. Оюымыздың үлгісін осындай флизелин қағазына сызып дайындап аламыз. Флизелин қағаздың ені 1 метр, ұзындығы 1 метр. Шаршы қиғашынан бүктейміз. Енді қошқар мүйіз оюын сызамыз. Оюымыздың қисық жерлерін жөндеп, әдемілеп формасын шығарамыз. Оюымыздың үлгісін қиямыз. Осылайдан 3 түрлі түсті бір-біріне жалғап тігіп, соған осындай оюдың үлгісін сызамыз. Оюдың үлгісін сызып, матамыздың бетіне ою тігеміз. Бұл өзіңіздің идеяңыз бойынша оюды қалай қойғыңыз келсе, солай қоя бересіз. Былай қойсаңыз да болады. Енді дайындап алған оюымызды 4 бөлікке бөлеміз. 4 бөлікке бөліп, көрпеміздің осы астыңғы бөлігіне орналастырамыз. Ол әрине өз қалауыңыз бойынша. Біз осылай орналастырдық. Мынау біріншісі, қошқар мүйіздің екінші басы. Мынау үшіншісі, мынау төртінші бөлігі. Осылай орналастырып шығамыз. Көрпеміздің аты әуенді өрнектер болғандықтан, бетіне жабыстыратын оюымызды осы үлгі бойынша қиып аламыз. Және де бетіндегі оюымыз да осындай құралған маталардан тігіледі. Оған арнайы дайындаймыз. Күлгіннің үстіне көк түстен түседі, ақтың үстіне күлгін түс, көктің үстіне ақ түстен түседі. Шама келгенше бірдей түс үстіне түспеген жақсы, себебі бірдей түс бір-бірінің үстіне түспей тұрса, әдемі көрінеді. Енді осы дайындап алған матамызға флизелинімізді жапсырамыз. Алдыңғы видеода көрсеткеніміздей паутинка жапсырамыз, сосын оюымызды қиямыз. Мынау көрпеміздің астыңғы бөлігі. Мынау бетіне ою жабысатын матамыз. Астына флизелин жапсырдық, паутинка жапсырдық. Енді осыны астыңғы түстің үстіне бірдей түспеу үшін келтіріп аламыз. Келтіріп қойып аламыз. Екі түс бір-бірінің үстіне түсіп кетпеу үшін келтіреміз. Енді осыған оюымызды, үлгімізді орналастырамыз.
формаластырып инемен қыстырып шығамыз. Үлгімізді ою қиылатын матамызға бекітеміз. Енді оюымызды үлгі бойынша қиып аламыз. Енді инелерімізді алып үлгімізді ажыратамыз. Енді оюымызды үтікпен жапсырамыз. Астында паутинкасы бар, матаға жапсырып тастаймыз. Көрпеміздің бетіне оюымызды жапсырып шықтық. Енді оюымызды күлгін жерін күлгін түспен, ақ жерін ақ түспен, көк жерін көк түспен, ерек тігісті тігіспен тігіп шығамыз. Көк жерін көк жіппен тігіп келеміз. Күлгін жерге келгенде жіпті ауыстырамыз күлгін түске. Енді қайтаран көк түске өтеміз. Осылай ақ түсті ақ түспен, әр түсті өз жібімен тігіп шығамыз. Енді ақ жіппен тігеміз. Осылай барлық оюды тігіп шығамыз. Осымен әуенді өрнектер көрпешесін аяқтадық. Ұнаса лайк басыңыздар, және де достарыңызды біздің каналға жазылуға шақырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыз.